Айгүл мен Құтжанның қарым-қатынасы жаңа кезеңге аяқ басты. Бұған дейін екеуі кездесіп, бірге уақыт өткізіп жүрді, бірақ шын мәнінде бірге тұрған емес. Ал енді екеуі бір шешімге келді. Бұдан былай бірге тұрамыз деді. Шымкент деген Швейцария ғой, енді міне. Бізге осы Шымкенттің маңайынан примерно бір ауыл керек. Бір жақын арада барып келетін ауыл. Ол ауылда не істейміз біз? Ол ауылда біз тұрамыз, короче. Бірақ ол жерде обязательно сиыры, қойы, огороды, бақшасы, кәдімгі. Бұл жай сөз емес, нақты жоспар, нақты ниет. Кеше түнде олар Алматыдан Шымкентке ұшып келді. Шымкентке бұл жолы жай сапармен емес, болашақтың іргесін қалау үшін келді. Дегенмен, олар әлі бір шаңырақ астында тұрмаса да, бұл ниеттері бір-біріне деген сенімнің жаңа өмірге қадам басудың айқын белгісі. Айгүл үшін бұл шешім оңай болған жоқ. Ол бұған дейінде қарым-қатынаста шын көңілмен, ашық жүрекпен жүрген. Бірақ бұған дейінгі жолдары тұрақты бола қоймады. Сондықтан бұл жолы ол шынайы, нақты нәтиже күтеді. Кездесіп, уақыт өткізу басқа, ал бірге тұру мүлде басқа дүние. Ол соны жақсы түсінеді. Сол себепті де бұл жолы шарт қойды. Егер шын өзгерген болсаң, екеуміз бірге тұруымыз керек. Уақытша сезімдер мен бос уәделерден шаршадым деген. Құтжан бұл сөзді қабылдады. Бұрынғыдай сөзбен алдап, созып жүру емес. Енді нақты әрекет керек екенін түсінді. Айгүлді жоғалтпау үшін ең бастысы шын мәнінде бірге болу үшін ол да үлкен шешім қабылдады. Бірге боламыз. Бір үйде. Бір өмірде. Осы мақсатпен олар Шымкентке келіп отыр. Қазірше олар тек пәтер қарап жүр, тұрмыстық дүниелерді реттеуді бастап жатыр. Әзірге бірге тұруды бастаған жоқ, бірақ бәрі соған бағытталып жатыр. Бұл жоспар. Бұл уәде. Бұрынғыдай жай ғана демалысқа бару емес. Бұрын Құтжан Айгүлге Дубайды, Бішкекті, Анталияны көрсетіп, романтикалық әсер сыйлаған. Бірақ ол сапарлар қысқа сәттер еді. Қазір ол басқа. Қазір өмірдің шынайы бөлігіне дайындық. Үй жалдау, зат жинау, ортақ кеңістік құру. Бұлар кәдімгі тұрмыстық, бірақ маңызды қадамдар. Айгүл бұл жолы сенгісі келеді. Бірақ көзсіз емес, сабырмен сенгісі келеді. Ол Құтжанның айтқанына емес, істегеніне қарап бағалайды. Бірге тұру, тек бірге оянып, бірге ұйықтау емес. Бұл ортақ жауапкершілік, бірге шешім қабылдау, бірге өмір сүру деген сөз. Айгүл соны жақсы біледі. Құтжан да енді бұрынғыдай емес. Ол да есейген сияқты. Айгүлдің қадірін түсінген, оны жоғалтып барып ұққан. Енді міне, қайта табысып, нақты әрекетке көшіп отыр. Бұрынғы сезем, қалай боларын көрерміз деген сөздер жоқ. Бұл жолы нақты жоспар. Айгүлмен бірге өмір сүруге дайын екенін ашық айтты. Әзірге олар пәтерге кірген жоқ. Бірақ олар үшін маңыздысы ниет. Бірге тұруды тек айтып қана қоймай, жүзеге асыру үшін нақты әрекеттер жасап жатыр. Бұл үлкен қадам. Екеуі де түсінеді, бір-бірін жақсы көру жеткіліксіз. Бірге өмір сүре білу шын махаббаттың сынағы. Алда қандай күндер күтіп тұрғаны белгісіз. Бірақ бұл жолы бәрі басқаша басталып жатыр. Бұл жолы шынайы, нақты, сабырлы. Айгүл мен Құтжан енді сөзден іске көшкен жұп.